Сәлем достар, сіздермен белгісіз әлем арнасы. Дүние жүзінде жүрек жұтқан батыл адамдар өте көп. Олардың көпшілігі еш нәрседен қорықпай, асыра сілтеп жатады. Видеоға түсіп қалған сондай адамдарды сіздердің назарларыңызға ұсынуды жөн көрдім. Сонымен бастайық. Бұл Сібірдің жаймашуақ күндерінің бірі. Аю орманнан шығып, Серега деген жігітке қарай жақындап келеді. Серега қашудың орнына сұсты түрімен бір қарап өтті. Бұндайды күтпеген аю қорқып қашып кетті. Мына жерде тағы да сондай видео. Аю орманнан шығып ер адамға жақындап келді. Ол қашудың орнына аюды тамақтандыра бастады. Естеріңізде болсын, бұлай жасауға мүлдем болмайды. Бір жағынан өзіңіздің қауіпсіздігіңіз бар, ал екінші жағынан аюдың да қауіпсіздігін ойлау керек. Өйткені осындай тамақтандырудан кейін аюлар адам жанында тамақ болатынын біліп, адамдар жүретін жерлерге келе беретін болады. Ол жерлерде аюды бірден атып тастайды. Ондай мысалдар өте көп. Мына видеоны қараңыздар. Сіздерге бір нәрсе біртүрлі болып көрінбеді ме? Телефонмен сөйлесіп тұрған жігіттің аяғы жұлынып кете жаздады. Ал ол болса, еш нәрсе болмағандай телефонмен сөйлесуін жалғастырып кетті. Жаңа ғана мүгедек болып қала жаздаған адамға мүлдем ұқсамайды. Көңіл көтерудің бір түрі пойыз қақпай тұрған сәтте қашып үлгеру деп аталады. YouTube'та ондай роликтер өте көп. Ондай іс-әрекетпен не айтпақшы, онысы түсініксіз. Серфинг өте қауіпті спорт түрінің бірі. Бразилиялық Карлос Бурле оны супер қауіпті спортқа айналдырған. Жүрек жұтқан мына жігіт таңғажайып нәрсе жасады деуге болады. 2013 жылы ол дауыл кезінде биіктігі 30,5 метрлік толқынды бағындырды. Өздеріңіз ойлап көріңіздер. Тіпті ең қуатты цунамидің өзінде толқындардың биіктігі мұндай биіктікке жетпейді. Карлос алып толқындарды көп іздеген болатын. Осыған дейін ол бірнеше әлем рекордтарын жаңартқан. Өрмекші адам лақабатына ие Арен Робен расымен де атына заты сай адам. Француз өз өмірінде 800-ге жуық зәулім ғимараттарды бағындырған. Олардың көпшілігі қорғаныс белдігінсіз жасалған. Осы үшін оны Гиннестің рекордтар кітабына енгізген. Ол бағындырған объектілердің ішінде Empire State Building, Эйфель мұнарасы және әлемдегі ең биік ғимарат Бурдж Халифа бар. Барлығы Ареннің 12 жасында 8-ші қабаттағы пәтерде кілтін ұмыт қалдырғанынан басталды. Ата-анасын күтудің орнына ол қабырғамен өзінің пәтеріне қарай өрмелеп кетті. Әдетте ол ғимараттарға әкімшіліктің немесе ғимарат иелерінің рұқсатынсыз шығатындықтан, оны әлемнің әртүрлі елдерінде бірнеше ондаған рет тұтқындаған. Алайда бұл жағдай экстремалды тоқтата алмады. Ол тіпті 7 рет құлап, өлім аузынан қалған. Бірде ол 6 күн бойы комада жатып бірнеше отаны бастан өткерді. Роберттің талантына қатысты қоғамның пікірі екіге жарылды. Біреулер оның батылдығына таңдай қақса, екіншілері оның іс-әрекетінің мән мағынасыз екендігін айтады. Келесі кезекте бізде бейсджамперлер. 2013 жылы Александр Поли Вингсютидегі ең алғаш болып Бэтмен үңгірі деп аталатын иіннен ұшып өтеді. Иіннің ең тар жерінің диаметрі 7 метр. Ал италиялық Уилли Эммануэль одан да асып түсіп, небәрі 2 метрлік иіннен өтуді көздеді. Бұл таңғажайып сынақ үшін ол 3 жыл дайындалды. Мұнаған қараңыздаршы, жаның көзіңе көрінеді. Өкінішке орай, бұл екі бейсджамперде 2016 жылы кезекті сынақтардың бірінде көз жұмды. Бейсджамперлер ұзақ өмір сүрмейді. Олардың жұмысында қателесуге болмайды. Ал егер секіруді тоқтатпасаң,
бір күні қателесетінің анық. Келесі кезекте жүрек жұтқан руферлер. Бұл жігіттер бейжамперлерден де жиі қаза болады. Неге олай екендігі түсінікті, десе де, не үшін олай жасайтыны түсініксіз. Видео өз мәресіне жетті, лайк басып, арнаға жазылыңыз.